Тоқсандық теориясына қош келдіңіз. Нарық кездейсоқ емес. Ассалаумағалейкум. 90-дық теорияның екінші бөліміне қош келдіңіздер. Біз алдыңғы бөлімде уақыттарды зерттеген болатынбыз, яғни әр 90-ды. Яғни біз жылдық 90-нан бастап қарадық. Жылдық 90-нан бізден микроциклға дейін кіреді, циклдық уақыттар 90-дық. Енді біз сол 90-дықты қалай жұмыс жасаймыз? Бізде екі сценарий бар. Сол 90-мен жұмыс жасайтын. Біз сол екі сценарийді қарайтын боламыз бүгінгі сабақта. Яғни екі сценарий қалай жүреді, қалай қалыптасады. Алдыңғы сабақта мен спойлерін көрсеткен болатын. AMD-X бірінші сценарий. AMD-X формациясы. Және бізде екінші сценарий, бұл бізде X AMD формациясы. Не үшін сценарий деп айтып жатам? Өйткені ол барлығы фракталды уақытта қайталанады. Яғни рынок как будто бір сценарий арқылы, жазылып қойған сценарий арқылы жүреді. Оны қазір уже келесі сабақтарда уже графиктен көрген кезде көздеріңіз жетеді. Қалай баға дәл осы формациялар арқылы баға қозғалып жатқан. Енді бізде бірінші сценарий AMD-X дедік. Бізде бірінші сценарий AMD-X. Екінші бізде X AMD. Енді AMD-X ол бізде бірінші 90 аккумуляциялар. Екінші 90 бізде сол аккумуляцияның лоуы тазарылады. Үшінші 90 бізде шешілмеген целдерге жеткізеді бағаны. Ал төртінші 90 бізде осы 90-ның жалғасуы немесе кері бұрылуы болады. Жалпы логика осындай. Бірінші кварталда біз Q дейміз, яғни әр квартал Q дегенде бірінші квартал бізде Q1 дейміз, яғни Q1 high, Q1, Q2, Q3, Q4 деп алған бізде. Біздегі осы бірінші кварталдың хайлоуы бізде ликвидностьпен жұмыс болады, яғни аккумуляцияның хайлоуы. Q1 high және Q1 low. Енді бұл бізде AMD-X формациясы, келесі X AMD формациясын көрсетейін. X AMD бізде бірінші квартал, бізде расширение квартал болады, немесе продолжение. Яғни алдыңғы кварталдың жалғасуы. Екінші кварталдан бастап бізде аккумуляция болады. Аккумуляция. Одан кейін бізде манипуляция басталады. Манипуляция и дальше бізде дистрибуция. Ол бізде келесі екінші шешілмеген целдерге апарады. Q1 high. Бұл кварталда біз аккумуляция кварталын Q1 дейміз жалпы. Бұл бізде Q1 low. Бұл бізде уже X AMD, яғни X AMD болады. Енді осыны біз қазір айлық таймфреймнен, яғни айлық кварталдан бастап көрейік, зерттеп. Алдыңғы сабақта айтқандай, жылдықты біз 3-ке бөлген сайын, яғни жылдық квартал бізде 3 айдан тұрады, яғни январь, февраль, март, ол бізде бірінші квартал, дәл қазір болып жатқан квартал. Сол кварталды алатын боламыз, айлық квартал 90-дықтар арқылы. Бізге 4 сағаттық таймфреймге өтеміз. Енді бізде қазір аккумуляция 90-ы, яғни осы бір 3 айда алған кезде, январь, февраль, март алған кезде бізде бірінші 90 болып жатыр жылдықпен. Енді біз айлықпен бөлейік. Бұл бізде январдың 4-і и февральдың 2-сі. Бұл жалпы бізде бір айлық квартал. Бір ай, яғни оның ішіндегі каждый квартал бізде получается бір аптадан тұрады. 4 апта бізде.
келесі квартал. Бұл да. Және бұл бізде осы ай, март айының 3-ші кварталы. Келесі айдан бізде манипуляция, жылдық манипуляциялық 90 басталады. Ол бізде апрель айы, сәуір айы. Енді қараңыздар, бізде бірінші кварталы зерттейтін болсақ, бірінші айды жылдың. Бізде IMDX формациясы болған. IMDX қарасаңыздар. Бізде бірінші 90 аккумуляция. Q1 high және Q1 low. Баға не істеген? Q1 low'ды алған и дальше Q1 high'ға барған. Бұл бізде дистрибуция кварталы 90-ы, яғни бағаны жоғары берген. Және бізде 4-ші квартал айтқандай продолжение болған и және разворотын жасаған. И ары қарай бізде бұл уже бізде 2-ші ай, февраль айы. Бұл жерде бізде формация IMDX болған. Яғни бізде Q1 high тазартқан және Q1 low'ға барған бізде. Q1 low, я. Міне, 3-ші квартал, қазір болып жатқан кварталды біз XIMD формациясымен пока алсақ болады. Өйткені бізде бірінші продолжениесі болған, яғни ұзын, X болған бізде. Енді бізде қарасақ аккумуляция, манипуляция, дистрибуция, бірақ бізде қазір болып жатқан 90, бұл апта манипуляция 90-ды бізде ешқандай high-low-да тазартқан жоқ, бір минусы. Ешқандай high-low-мен жұмыс жасаған жоқ. Егер біз AMD формациясы деп алатын болсақ, AMD бізде бірінші квартал аккумуляция, екінші квартал манипуляция болған, ол квартал алған кезде. Бірақ баға бізде бірінші квартал өте ұзын, бізде алдыңғы жасаған продолжениесі ретінде қарастырса болады. XIMD кезінде бізде қазір осы Q1 high мен Q1 low'ның арасында жүр. Және Q1 high. Алдағы уақыттарында кварталдарын қарайық, не болған, Мен сіздерге бірінші мына инструмент коробка Ганнаның настройкасымен бөлісейін. Көбісі сұрап жатыр, қалай қолданамыз деген. Бұның настройкасы мынадай. Бұл бізде коробка Ганна деген инструмент, мына бөлімде тұрады. Біз яғни қазір алдыңғы жылдың декабрь айын тартып жатырмыз 4-ке. Настройкасын көрсетейін. Енді бұл бізде IMDX формациясы ретінде алған кезде коробка Ганнаның настройкасы бізде бірінші бағамен жұмыста ешқандай птичка ұрмайсыздар. Бізде уақытпен жұмыс, яғни времени уровни бізде біріншісі 0 болады. Цвет бізде көк, прозрачность 0, яғни барлығы 0 де болады прозрачность. Келесі бізде 1, көк цвет, тоже 0. 0.25 серый, 0.5 қызыл, 0.75 ол бізде жасыл болады. Дәл осылай, басқа өзгертетін ештеңе жоқ. Осылай кварталдан кварталға тарта бересіз. Ендігі мәселе индикатор жағы. Индикаторды мен сіздермен осы YouTube-тың описаниясымен бөлісетін боламын, ссылкасын. Осылай қосып избранныйға. Және оның настройкасы бізде жылдық квартал керек болса жылдық, айлық болса айлық, апталық, күндік, 90 минут және микроциклды. Енді қараңыздар, біздің алдыңғы квартал не болған? Біздің алдыңғы квартал, яғни декабрь айының квартал, бізде тек қана баға естіген бір волна болып жүрген мына жерде хайларын жаңартып. Бұл жерде біз уже айлық емес, яғни подтверждение бізде ішкі таймфрейм апталық, күндік бізде мына жерде егер мына аптаны бөлетін болсақ, біз
аптамен жұмыста бізде мына жерде подтверждение на лонг беріп кеткен, яғни аккумуляциясын лоуын шешіп хайына, иә. Бұл апталықпен жұмыс, келесі бөлімдерде қарайтын боламыз. Қазір біз тек жылдықтарды қарайық. Келесі бөлім апталық және күндік, және 6 сағаттық циклдарға, кіші циклдарға кіре береміз. Бұл циклда бізде қазір XIMD деп қарасақ та болады. IMDX десек те бізде подтверждение екеуінде де лонг берген. Оны ары қарай уже келесі сабақта түсінесіздер. Бізде уже келесі, одан келесі ай, ноябрь айын 4-ке бөлдік. Бізде қандай формация? Бізде XIMD формациясы болған. Бұл жерде XIMD, яғни аккумуляция, бірінші расширение болған, одан кейін аккумуляция, манипуляция және дистрибуция кеткен. Біз бұны Q1 high және Q1 low деп белгілейміз. И дәл солай уже бізде Q1 highға барған келесіз. Енді сіздермен осы екінші формацияның настройкасымен бөлісейін, және бұл XIMD. XIMD настройкасы бізде дәл IMDX пен бірдей, сандары тек қана бізде ерекшелік түстерінде болады. 0 бізде жасыл болады, 1 жасыл, 0.25 бізде көк, 0.5 бізде серый, және 0.75 бізде қызыл түс болады. Және дәл осылай XIMD формациясын тартасыз. IMD және XIMD формациясы екеуінде настройкасы осы видеода көрсетілген. Бұл бөлімде біз енді үлкен айлық таймфреймдерді зерттедік. Келесі бөлімде біз осыдан ішкі таймфреймдеріне кіреміз, яғни уже апталықтарға кіреміз, және подтверждениелер болады. Апталық және ішіндегі күндік, күндіктен 6 сағат, 90 минут, және микро циклдарға дейін. Әр бөлім соған арналады. Келесі бөлімде кездескенше.